Бүгін Тараз қаласында күн асып, алайда ертең жаңбыр күтілуде. Айтқаннан абай қызы жаңбыр қалай жауады? Кемпір қосақ қалай пайда болады? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы сұрақ қойыңдар. Біз жаңбырдың қалай жауатынын, кемпір қосақтың қалай пайда болатынын білу үшін метеостанция орталығына саяхатқа шығайық. Кәнеки балалар, метеостанция орталығына саяхатқа барамыз. Кәне жүре қойыңдар. Қош келдіңдер балалар, біздің зерттеу орталығына. Қандай мақсатпен келдіңдер? Гүлназ Бимұратқызы, біздің балалар жаңбырдың қалай жауатынын, кемпір қосақтың қалай пайда болатынын білуге келді. Ой, жарайсыздар, онда мен сендерге жаңбырдың қалай жауатынын түсіндіремін. Біздің зерттеу орталығына кіру үшін арнайы киімдерімізді киіп алайық. Балалар, арнайы киімдеріңізді кисек, орындарға жайғаса қойыңдар. Орындарға жайғаса қойыңдар. Балалар, мен сендерге жаңбырдың қалай пайда болатынын түсіндіріп өтейін бірінші, содан кейін ары қарай зерттеуімізді жалғастырамыз. Ал олай болса балалар, мен сендерге жаңбырдың қалай пайда болатынын түсіндіріп көрсетіп өтейін. Мына өзен көлдердегі сулар күннің ыстығынан буланып, жоғары көтеріледі де қайтадан бұлттарға барып қонады. Бұлттарға барып қонады да су тамшысына айналады. Сөйтіп бұлттардағы сулар ауырлайды, ауырлап жерге түсіп, талдарға, үйлерге түседі. Сөйтіп олар қоректенеді. Қоректеніп, артық сулары қайтадан көлдерге барады да, қайтадан бұлт болып аспанға көтеріледі. Табиғаттағы су айналымы өмірі осылай үздіксіз жүріп отырады. Балалар, енді сол жаңбырдың қалай жауатынын, су тамшыларының бұлтқа айналатынын біз енді өзіміз тәжірибе жүзінде зерттейге. Алдарыңа сендерге сурет берген. Сол суретте жаңбыр тамшылары берген. Кәні бәріміз қолымызға мына ұстаймыз. Жаңағы мен түсіндіріп өткендегідей, мына су тамшыларын жоғары көтеріп бұлтқа келеміз. Бұлтқа келеміз, кәні бәріміз бұлтқа алып келеміз. Бұлтқа келеміз де қайтадан бәрін бұлтқа жинап, талдарға жаңбыр жаудырамыз. Кәні бұлай әкелеміз. Қазір жасаған тәжірибеміз ұнады ма? Балалар, біз сендермен енді жаңбыр тамшылары деген ойын ойнайық. Қазір біздің алдымызға табиғаттың макеті берілген, мына жерде бұлт берген. Сол бұлттарға біз мынау ыдыстағы суымызды құйып, қанша мөлшерде жаңбыр жауғанын есептейміз. Ол үшін қанша мөлшерде жаңбыр жауғанын есептеу үшін біз су есептегіш құралды пайдаланамыз. Бұл су есептегіш құралы белгілі бір аймақта жаңбырдың қанша жауғанын есептейтін құрал. Түсінікті ме? Ал олай болса, зерттеуімізді бастайық балалар. Мына ыдыстағы суды алып, тұрамыз орнымыздан. Құямызда бұлтқа көрініп, бұлтқа құямыз. Және сол жаңбырдың суын жаңбыр жауғызамыз. Балалар, жинаған жаңбыр суын ұстап қолымызға су есептегіш құралға апарып құяйық. Кәні бәріміз жаңбырдың осы аймаққа қанша мөлшерде жауғанын тексерейік. Балалар, біздің балабақшаның аумағына 1 литрдей мөлшерде жаңбыр жауыпты, көрдіңдер ме?
осылай су есептегіш құрал қанша мөлшерде жаңбыр жауғанын есептеп шығарады. Сендерге бүгінгі біздің зерттеуіміз ұнады ма балалар? Иә. Ұнады ма? Иә. Ұнағанына өте қуаныштымын балалар.